Бүгінгі клиентіміздің шашын қиямыз. Шашының үлгісі итальянка. Бірінші шаштың ұзындығынан 2 сантиметрде алдым. Содан 45 градусқа көтеріп қиып жатырмын. Осылай көтеріп аламыз. Көтеріп қиямыз. Ұшын жақсылап тегістеп аламыз. Төбеден тағы бір қатар түсіреміз. Төбеден бір қатар түсіріп, астындағы қиылған шашқа жоғардан түскен шашты көтеріп қиямыз. Клиенттің шашы өте жұқа. Көп қимаймыз. Клиенттің шашы жұқа болса, қатты қысқа қылуға да жараспай қалады. Енді осы контрольный тексеріп шығамыз. Контроль жасаймыз. Мына 3 рет қиылған шашты осылай қолменен жинап ұстаймыз да, шығып тұрған шаштарын қиып тастаймыз. Осылай контроль жасап аламыз. Енді жоғардан шашты түсіреміз. Орайдағы шашты клиенттен сұрап аламыз. Мен өзім осылай 4 саусақпен есептеймін. 4 саусақ және 1 сантиметр көтерем. Сонымен орайдағы шашты соған туралап қиямын. Қысқа шаштарды көбіне мен солай туралаймын. Сол шашқа астындағы шаштарды көтеріп туралаймыз. Міне осылай қиып алдық. Енді астыңғы қиылған шаш пен төбедегі қиылған шаштың арасында үш-бұрыш шаштар шығады. Соларды қиып алып тастаймыз. Не арасында қалып қойған шаштарды тастаймыз. Арты осылай болды. Енді төбе жағын, жан жағын бәрін тарап аламыз да, орайдағы жаңағы қиған контрольный шашқа бәрін төбеге тартып қиямыз. Тура орайға дейін тартып қиямыз. Жаңа қиылған контрольный шашқа туралаймыз бәрін. Осылай бәрін төбеге жинап қиямыз. Оң жағында, сол жағында солай төбеге жинап қиямыз.
Енді бәрін өсуіне қарай, алға қарай тарап шығамыз. Құлақтың жанын ашамыз. Алдына қарай бәрін тараймыз да, клиенттен кекілін сұраймыз. Кекілі косой деді, қиғаш. Оң жақ қарай ашамын деді. Сол жақ қарай ашамын деді. Сол жақ қарай ашатын кекілін қиғаш етіп қиып алдық. Енді құлақтың жанындағы шаштарды сулап тараймыз. Алға қарай тарап, кекілінің ең шетіндегі шаштан бастап, төменге қарай қиямыз. Осылай ұстап тұрып қиямыз, көтеріп тұрып. Құлақтың жанындағы шаштардың барлығын сол шашқа туралап қиямыз. Сол құлақтың жанында қиылған шашты, осылай қиып аламыз. Қиылған шашты арттағы шашпен біріктіреміз. Оң жағында қиып жатырмыз. Осылай қиып аламыз. Ең шеткі, кекілдің ең шеткі шашынмен туралаймыз да, осылай қиямыз. Енді құлақтың артындағы артқы шашпенен бірге ұстап тұрып, артық шаштарды қиып тастаймыз. Кекілін жұқартамыз. Құлақтың оң жағын, сол жағын бәрін жұқартамыз. Жұқартқан кезде филировка қайшыменен шашты көтеріп тұрып жұқартамыз. Тура сол жерде тұрып жұқартуға болмайды. Тарақпенен тарап-тарап жоғары көтеріп тұрып жұқартсақ, ол түскен кезде плавный, әдемі болып түседі. Арт жақтарын шашты тарап, төбедегі орайдан бастап шаштың барлық ұштарына филировка салып шығамыз. Бір рет, екі рет, үш реттен филировка жасаймыз, яғни жұқартамыз. Шашты міне біз қиып болдық, енді шашты кептіреміз. Кекілді кептіргенде егер қалың болса, бірінші бір қатарын кептіріп аламыз, сосын астындағы шашпен қосып кептіреміз.